Ассалаумағалейкум құрметті ағайындар. Жұмадарыңыз қабыл болсын. Бүгін жұма 6 ақпан 2026. Халқым сұрап жатыр, мен кере тамыр жайлы кісі емдейсің бе деп. Әрине кісі емдеймін. Мен өйткені халық емшісі боламын. Бұл кере тамырды сеніммен айтамын. Себебі бұл шөптің тамырларын өзім Шығыс Қазақстаннан теріп әкелімде кептіріп, өзім дәрі жасаймын. Міне өзімді профилактика есемде ішіп отырам тегінде. Қазақта мақал бар ғой, ауырып ем іздегенше ауырмай дем ізде дейді. Хотя бы профилактикаға алып соны ішіңіздер. Полностью ішқұлысты тазалайды тегінде. Ол мен сеніммен айтам сіздерге 100%. Сол себептен сіздерге халқым. Уақыт бар кезде, міне кішкене шама бар кезде, денсаулық бар кезде ауруды тоспай осыны кере тамырды алып ішіңіздер. Кішкене баладан бастап 100 жастағы адамдар іше береді дегенде. Осын пайдаланыңыздар. Маған хабарласыңыздар, WhatsApp-қа жазыңыздар. Мен сіздерге тағы да айтамын, 100%-пен сеніммен айтарам сіздерге. Осы кере тамырды. Өзім күнде таңертең тұрғанда, намазымды оқып алғаннан кейін өзім ішіп отырам. Просто профилактика есебінде. Осындай өзімде ыдысым бар. Аш қарында таңертең ең бірінші уақытта намаздан кейін ішемін сразу. Мықты тамырдың дәмі шығады. Сразу белгілі тұра, кәдімгідей. Кере тамыр, соны алып ішіңіздер сіздер. Хабарласыңыздар. WhatsApp-қа жазыңыздар. WhatsApp-қа. Ал аман есен болыңыздар.